осылай сұраймын деп ойлаған жоқпын мен. Мен адамға керек, өмір сүргім келеді. Есімім Жанар. Жанар, қайдасың сен қазір? Мен қазір Стамбул қаласындамын, клиникаға келдім. Стамбул қаласындағы 2020 жылы ноябрьде ішім ауырып, биопсия жасаттым декабрьдің ортасында. КТ бойынша злокачественное образование забрюшинного пространства с метастазами легких и печени деп жазып берді. Стамбул қаласында обследование өтіп, маған шұғыл түрде ота жасау керек деп айтып жатыр. Уже алды осы понедельникте жасау керек деп айтқан. Тездету керек деп жатыр. Бұндай ауруда созуға болмайды, тез істеу керек, онан сайын асқым кетпеу үшін. Қанша қаражат керек? Операцияға, отаға қанша операция қанша керек дейді? Саскетка операцияның өзіне $20 деп айтты. Химиотерапияға одан көп деп айтты, әлі белгісіз деп айтты. $20,000 değil mi? Саскеткай? Саскетка деп айтты, я. Бәріміз қосылып, бір қазақ болып, жұдырық болып, Алла қаласа көмектесерміз. Жарай ма? Қызымнан айырылып қалам ба деп қорқым. Айырылмайсың. Халқым, қазақ елім көмек беріңіздерші. Әлі жас қой. Анасы баласы барлар, аналар, ата-аналар түсінеді деп ойлаймын мені. Арманым қызым құлан таза айығып, денсаулығы мықты болса екен, осы аурудан құтылып, қасымда болса екен. Жылама қызым. Бәрі жақсы болады. Әуелі Алла. Құрметті қазақ елі, құрметті көрермендер. Егерде сізде Жанар әпкең еміне деген қаражат болмаса, дым қысылмаңыз. Сізде бір мүмкіндік бар. Осы видеороликтің тарауына үлес қоссаңыз, иншалла, мүмкін сіздің таратуыңыздан осы Жанар әпкеңіз еміне көп қаражат жинауы мүмкін. Осы орайда мына жерде мен бүкіл мынау өнер жолында жүрген азаматшаларды, қарапайым халық болсын, кім мені естіп, кім мына видеоны көріп отыр, ағайын бір қазақ болып, бір жеңнен қол шығарып, бір жағдан бас шығарып, бәріміз жұмыла бір жұдырық болып, осы мына апатайымыздың Жанар қызына ат салысып, осы мына видеоны ары қарай дамытып, қаржылай болса да, 100 теңгеде болса да, бүйтіп көмектесейік, ат салысып. Әр қазағым жалғызым деген қазақта. Әуелі Алла, екіншіден біз өзіміз қазақтардың қолында қазір Жанардың өмірі. Ондай болатын болса ағайын, шетте қалмайық.